Сәлем достар, бүгін бізге алдағы өмір 2-ші сериясы. Қыздар, мен кеттім жұмыс бастаймын. Қыздар, мен кеттім жұмыс істеуге. Жарайды, папа. Ой, достар, кешіріңіздер. Мен мама мен папаны сағынып кеттім. Мен де ақпақшы біз мама папаға апарып берейік, қуантайық та. Мен алма жинадым, ал сен шия жинадың, иә, пойди. Кеттік. Ой, мынау біздің сіңлімізде тұрып тұрғым тағы. Апа, міне біз алма жинағандарымыз. Еще жұмыртқа туып алып келдік. Ой, не кімдер алып келді? Анау тышқақтар, тауықтар. Болды бұл. Жүрші жатсы, я. Достар, мен сіздерге кейіпкерлердің атын таныстырмаппын ғой. Жансая, Әйгерім, Жанеркем, Алмаш, анау атасының аты, оның аты Олжас. Ал папасы мен мамасының аты Маржан, сосын папасыныкі Айдос. Все. Біз бастаймыз. Жүр, Жансая әпке, жүр. Пойди Жансаяден осы розовый қызды. Жүр, шал, Жанерке. Надо қойындар бар екен, давайте. Ақпақшы апаның шкафын көрейік ба? Көрейік. Бірақ біреудің шкафын ақтауға болмайды деп ашып қойғанымыз неден? Ладно, кеттік. Бір нәрсе істейік. Менің қарным ашып кетті. Менің де. Қой, тамақ дайындайын. Уля! Неше? Менің бір немереме тамақ жоқ қоқпақшы. Тарелка, беструнная тарелка. Оған ше, мен мынандай. Короче, достар, кешірім сұрайын. Енді дұрыс болды. Так, пісіріп берейін, ал неге нақта тұр, отыра берсін аяқтар. Пісті. Алам, сысын. Қыздар, келеміз тамаққа. Тамақ дейма, ура. Біз келдік. Енді сендердің Әйгерім деген нелі дочаларын тамақ ішпейді. Ой, кешірім достар, басып кетті. Ой, Әйгерім деген дочаларын не жейтін еді? Маған сіздердің сосисканы жей салам мен. Ал мен макаронды, лапша макаронды. Онда бізге мынау балықты беріңдер, Әйгерім екеуміз жейміз. Жарайды, алмыз. Кел, Әйгерім, балық жейсің ба? Жоқ, мен сүт ішем. Ладно, іше ғой. Алмаш апа, сіз өсесе, анандай күшті болып жүргеніз ба? Күшкімді болып. Я, бәрі сөйтіп тулады ғой. Ладно. Жебалайын. Рахмет, апа, біздің қарнымыз тойды. Өте рахмет. Не істесек болады екен? Білмеймін. Осы кемім, ой. Блин, мама, достар, кешірім сұрайым, короче. Үстіп қаты кетіп батса. Тілім кеме атса, короче. Блин, біздің мама да осы кеме бара берінде сояқта әжелерін кеме береді. Әлі бермей отыр. Может, сұрап көрейік? Ну, ладно. Блин, маған ауылдан үш пысып кетті. Маған пысқан жоқ, күшті болып батыр. Маған күшкене күшті болып батыр. Әлі ғайрын кетесін әпке, қой болды. Апа, үшеумізге киім бересіз ба? Мамамыз айтып еді, сендер дым киім апарма қойында киім береді деп. Ой, достар, кешірім сұрайым. Я, ақпақша мен берем дегенмін. Ұмыт кетіппін ғой, ё-майо. Так, кеттім, берем сендерге. Менің комнатама жүріңдер. Короче, өздерін ашындарда қалаған киімдерін таңдадыр. Мен кеттім. Так, өзімнің балығымды жеп алайын, шасықпай. Кеттік. Что? Мен сен бірінші кейінші. Мен қой. Наны кисика скоростеп. О, давай. Арна.
Достар, ана жақтан шықырлап сөйлеген дауыстар естіледі, ренжімеңіздер. Әпке, мен көйлек киейінші, мынау көйлекті. Ладно, киіп. Мынаны өз полкамызға қоямыз, мына жаққа қойма қой. Мен мынаны киемін. Сен барып қойып кеш. Балаға қарайды шонда. Бірге барамыз, жүрші, ладно. Ладно, кеттік. Қай жаққа қоямыз киімімізді бәрібір? Так, қай жаққа қойсақ болады екен? Мына жер. Давай кітаптарды мына жерге қоямыз. Сосын киіміміз сол жерде тұрсын. Я, маған әже берген киім ұнап қалды, осы киім күшті кеп. Маған да көйлегі ұнап қалды. Маған да ұнады. Жаным сол, Айгерім, саған ұнаса болды ғой. Қой, светті өшірек ба жағайып. Жаға салайық, гирляндыны да жағамыз. Налар не, өзі қорқынышты. Кеттік, кітап оқиық, қыздар. Айгерім, сен бар, апаға бар. Аха. Апа маған қадя. Ладно. Не істейміз бірге? Кеттік, серуендеп қайтайық. Апа, біз серуендеп қайтамыз, киіп алдық сіз берген киімдерді. Аха. Сенің ақпақшың, анау көйлекпен жүгірсең етегін ашылады, бара ауыстырып кел. Апа, все, басқа киім киіп алдым. Аха, бара ғой. Мен осындай киім киіп алдым, әдемі ма? Я, екеуміздікі почти бірдей болып тұр ғой. Әйгерім кейде көрсету керек еді анау заттарды. Я, кеттік көрсетіп өтшім. Жансай әпке, ау, не болды? Не, Айгерім, сіз останьшы. Ладно, останьшы. Бірақ нақты тұршы, пожалуйста. Екеуміз жақсы достар, қараңыздар,